Терезе алдында көзін бір нүктеге қадап тапжылмай қарап тұрған Сәуленің көкірегін кернеп, сыртқа шығара алмай тұрған сөзі осы еді. Өйткені ол бұл дүниеде баз кешіп, көрген жақсылығымнан жамандығым асып түседі. Іздер де, сұрар да ешкімім жоқ. Не болмаса шер тарқатар досым да жоқ. Не үшін өмір сүремін деген сұрықсыз сұрақтан бойын аласата алмай әлек. Бір жағынан үміті де жоқ емес. Өйткені жүрегінің түкпірінен орын алған Мараттың бұл үшін орны бөлек. Бұл қандай сезім? Достық па, махаббат па? Жоқ, әлде балалық өтпелі сезім бе? Өзі де білмейді. Білетіні тек Сәуленің жүрегі Мараттың жақын жерде жүргенін, кешке дейін міндетті түрде үйіне бір келіп кететіні. Марат әскери борышын өтеп келген, ауылда жұмыс жасайтын азамат. Ол Сәуледен 7 жас үлкен. Мараттың ойында не бары тек өзіне белгілі. Бұл оқиға былай басталған. Сәулені әке-шешесі үлкен немересі болғаннан кейін әжесінің тәрбиесіне берген болатын. Сәуле әжесімен ата-анасынан бөлек ауылда тұрған. Өзінен кейін 5 бауыры бар. Бірақ Сәуле оларды сағынып іздемейді. Тіпті араласқысы да келмейді. Тіпті әке-шешесін де көргісі келмейді. Оның себебі бар. Әке-шешесі жұмыс істемейді, отбасы төмен, тек балалардың жалақысы мен қара жұмыстан тапқан ақшалармен күн көріп отырған жандар. Әкесі ішімдікке құмар, ішіп алып отбасының мазасын алып, әйеліне қол көтеріп, бала шағасын балағаттап, жағымсыз күй кешіп жүргенде Сәуленің әжесі қайтыс болады. Содан ата-анасы Сәуленің әжесінің үйіне көшіп келеді. Міне, осыдан бастап Сәуленің өміріндегі трагедия басталады. Күнде тек әжесімен екеуі ғана шүйкелесіп, әжесі Сәуленің мектептен келуіне бар тәуірді даярлап, алдына қойып отырған күндердің орнына көріп араласқысы келмейтін адамдар үйіне кіріп алғаны аздай. Әкесінің ішіп алып, Сәулені балағаттап, қарсы сөйлесе, кемпірдің қызы болып біттің енді, менің қызым екеніңді мойында деп, қолынан сүйреп дастарханның басында отырған. Бауырларының қасына итеріп жіберген ешқашан кешіре алмаймын деп, кектеніп, жеркенішті көзбен қарайды. Анасы да әкесінің сөзін қостап, біз саған бас көз болайын деп келдік, сен бізді жақтырмайсың деп күңкілдеп жүр. Таңертеңнен түске дейін сабақта болып, түс қайта үйіне қайтатын уақытта Сәуле үйіне барғысы келмей, әулиеге әжесінің басына барып, жылап-жылап қайтатын болды. Оны байқаған әкесі Сәулені әулиеден ұрып-соғып үйіне алып келді. Анасы, әкең былай көп ішпейтін еді, қазір күнде ішетін болды. Бәрі сенің кесіріңнен деп, Сәулені жерден алып жерге салатын әдет шығарды. Мұның әсері ішті шоқтай қарып, оттай жандырды. Бірақ қанша талпынса да, әке-шешесі мен бауырларына үйренісе алар емес. Осындай келеңсіз жағдай қыз көңілін суыта берді. Әкесі күнде ішіп мазасын ала берген соң, анасы түнде үйіне көрші үйдің баласы Маратты алып жататын болды. Өйткені әкесі балаларына, әйеліне қол көтеретін болса, Марат ара түсіп отырады. Осылайша күнде үйге қона бергесін, Марат та осы үйдің бір адамы болып кетті. Бір жағынан Сәуленің де сөзін сөйлеп, әкесіне ұрсқызбайды. Күннен күнге Сәуле де Маратқа арқа сүйеп, отбасында ешкіммен сөйлеспесе де, дастархан басында сонымен сөйлесіп, теледидардан көрген фильмдер туралы ой бөлісіп, оған кәдімгідей арқа сүйеп кеткендей. Бір күні Сәуленің ата-анасы қонаққа кетіп, үйге балаларға қарап отыр деп Маратты тастап кетеді. Екеуінің арасындағы хикая сол күні басталды. Кешкісін балалардың шай тамағын беріп болып, оларды ұйқыға жатқызған соң, Сәуле өз бөлмесінен кіріп сабаққа дайындалуға отырғанда, бөлмесіне келген Марат Сәулеге махаббат туралы әңгіме бастап, қасына жақын отырып, қолынан ұстап, мойнынан иіскегенде жас қыздың бойында бір сезім пайда болады. Сол кезде келесі бөлмеден жүгіріп келген інісі, сендерді папам мен мамаға айтам, сүйісіп отырсыңдар дейді. Содан Марат тұрып үйіне кетіп қалады. Бірақ ертең ауыл шетінде Сәулені күтетінін айтады. Ертеңгі күннің кешін асыға күткен Сәуле ауыл шетіне барып Маратпен кездеседі. Түнде үйіне әкеліп салған Сәулені есік алдында күтіп тұрған анасы елді басына көшіре бақырып сабай жөнеледі. Содан әкесіне айтып ұрғызады. Міне, содан бері Сәуле мектепке де бармай, үйден де шалмай қалды. Бірақ Сәуле мен Мараттың арасында анасы ойлағанда ештеңе болмағанын айтып түсіндіре алмаған Сәуле, өз шешең осылай десе басқа жұрт не демейді деп өкініштен өзегі күйіп барады. Бәрі бітті, енді ешқандай қызық жоқ. Сыр бөлісетін әжесі де, ақыл айтар анасы да, ой қосатын жақын досы да жоқ. Не қызық. Одан да әжесінің қасына барып тыныш жатқанының артығы жоқ сияқты.
не істеу керек? Түнде жұрт ұйқыға кеткен уақытта үйден шығып, мал қораға барып, шетте тұрған сиырдың бас жібін шешіп алды да төбедегі ағашқа байлап, аяғының астына қоятын биіктеу зат іздеп, мал қорадан шыға бергенде алдынан Марат қарсы шығып, не істегелі жатырсың, мұның не деп қапсыра құшақтай алады. Сәуле бәрінен шаршағанын, ештеңені де дәлелдеп ақтала алмайды. Оған күш қайратының жетпейтінін де айтып, өксіп жылайды. Марат оған биыл сен 9-шы сыныпты бітіресің. Мен сені Астанаға алып кетемін. Ауылда жұмыс жоқ, мен де сонда кеткелі жүрмін. Тек сені ғана аяп тастап кете алмай жүрмін. Екеуміз Астанаға барып тұрамыз деді. Сен колледжге оқуға түсесің, мен жұмыс жасаймын. Сосын сен оқуыңды бітіргесін екеуміз үйленеміз. Деп ойын айтқанда, Сәуленің көз алдынан жаңа өмірдің есігі ашылғандай сезімде болды. Осылайша Сәуле Мараттың арқасында өмірдің қымбаттығына көз жеткізді. Асығыс шешім қабылдап, орны толмас өкінішке ұрынбай, көзсіз қадамға барып, масқара болмай тұрып, ақылға келгеніне және бұл үшін біріншіден жаратушыдан кешірім сұрап, ризалығын білдірсе, одан кейін мерзімінде дұрыс жол көрсетіп, бағыт-бағдар беретін Мараттай азаматтың қасында болғаны және сол жігіттің өзінің жағдайын түсініп, көмек қолын созып қасынан табылғанына алғысын білдірді. Өмір неткен қымбат ең, жарық өмірді бағалай білейік ағайын, деген сөздерді іштей қайталаған күйі Маратпен бірге отбасына қарай бет алды. Иә, өмір көзді ашып жұмғандай, жарық дүниенің тәтті дидарына жететін байлық жоқ. Сәуленің түсінгені осы болды, және асығыс шешім қабылдап, орны толмас өкінішке ұрыну бос дүние деп білді. Олар қол ұстасып, жаңа өмірдің шымылдығын ашқысы келеді. Достар, видео түсірілімді соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Егер арна ұнаса, тіркеліп, өз ойларыңыз бен пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.